Selam dostlar. Bugünkü videomuzda biz sizlerge iri qara malının етін бұзуды көрсететін боламыз. Видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, подписаться ете кетіңіздер. Бұл видеода біз сіздерге сиырдың етін оны қалай бұзып, тұздаған кезде тұздаудың ішіне не қосып, қанымыз туралы көрсететін боламыз. Легенге ыңғайлы болу үшін әрбір қабырғаны ортасынан бір бөліп, екі жағын салмағын бірдей жіппен байланатындай қоямыз. Оны тұздаған кезде жай ғана тұзбен тұздай салмай, оның үстіне чеснок, бұрыш, қара бұрыш қосып тұздаймыз. Сонда бұл ірі қараның еті қазы қарта сияқты дәмді болады. Ірі қараның етіне дәм кіргізіп, шашлық сияқты дәмді болып түседі. Достар, малдың етін бұзған кезде оны легенге ыңғайлы қылып, неғұрлым сақтау бұзуымызда. Сонда біріншіден легенге ыңғайлы болады, екіншіден ертең етті қатырып кептірген кезде оны қолдануға да ыңғайлы болады. Демалыс жоқ қой. Niye devuk kalmasın mı? Yoksuma pasta kalma da cezbenin cumusunda olsun istemde. Hadi oldu. Buradan da çok böyle devuk oldu. Burada mı var? Abi sen çağırma olmasın mı olsun dayılar? Ha? Lup ötmesin ya. Воскресенье хорошо. Ana jağa ayırıp gittim mi? Dürüst buldu. Şıkkan. Stop durayım. Bırak karıştı. Şunu. Stop durayım. Yumuşak var koy. Sık var.
Міне осымен ірі қараның етін бұзу процесі де аяқталып қалды. Достар, видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарийге жазып, сіздерге осы бұзу ұнады ма, оны жаза кетіңіздер.